Что с утра делаете? Я обычно видео берет. Ладно. And today, biz sol туралы сөйлесеміз. Негізі ағылшын тілін оқығанда оны өзін ғана оқыған дұрыс емес та. Мысалы ол нутелла сияқты. Егер ағылшын тілі нутелла болса, оған қосылған контекст нан болады. Нутелланы нанға жағып жейді, сол кезде желание кетіп қалмайды да, дәмді болып тұра береді. Понятно вообще экзампл или нет? Ағылшын тілін оқығанда бір контекстте оқу керек та, то есть ағылшын тілінің өзін оқымау керек. Егер өзің ғана оқитын болсаң, очень скучно станет сразу. Потому что ағылшын тілін оқу негізі скучная вещь. Грамматика, сөздер, контекст жоқ. Бірақ егер өздеріңе бір қызықты бірдеңе тапсыңдар, мысалға футболға қызығасың или компьютерға қызығасың, и сол туралы информацияларды ағылшынша табатын болсаң, онда саған ағылшын тілін оқу сол туралы өте жеңіл болады. То есть автоматически үйреніп кетесің. Сол үшін ең маңыздысы контекст табу. Идем за детьми. Сейчас такси приехало. Быстро. Вот. Ана жерде сындайлар өсіп тұрады. Садиктің астынан ағы садик. Тихо. А тут 1000 миллионов. О, смотри, как тут много. Бүгінге осы ертең тағы да ағылшын тілі туралы бірдеңе айтып берем.